Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін корей халқының салаты кимчиді жасаймыз. Ол үшін бір пекинский капустаны екіге бөліп, 2 күнге тұзды суға салып қоямыз. 2 күн тұзды суда тұрғаннан соң оны алып, жақсылап салқын суға шайып аламыз. Салқын суға жақсылап шайып алғаннан соң, әрбір жапырақшасын ашып, оған алдын ала дайындалған қызыл бұрыш пен сарымсақтан жасалған приправаны жағып шығамыз.